Қайырлы күн. Сұрақтарға жауап беруді жалғастырамын. Алғашқы сұрақ. Сәлеметсіз бе? Мен алданып қалдым. Үйде отырып сотовый телефонмен бір Россияның финансовый биржа дегенге ақша салып жібердім. Жарайды, ақшасы сонысымен кетсін. Карточка удостоверение личности копиясын электронды поштамен жібергенмін. Енді олар менің атымнан бірдеңе алу мүмкін бе? Бірдеңе дегенім, яғни кредит алу мүмкін бе, немесе қандайда бір алаяқтық жасау мүмкін бе деген сұрақ. Бұл жерде жай ғана бір удостоверениенің өзін жіберсеңіз, яғни жеке куәлікті жіберсеңіз, сіздің атыңызға бір несие рәсімдеуі екі талай. Дегенмен енді сондайға баратын алаяқтар да болады. Бұл жерде әңгіме жеке куәлікте емес, әңгіме сіздің карточкаңыздың суретін жібергеніңізде. Егер сіз карточканың алдын және артын жіберген болсаңыз, онда ол карточканы банкке барып ауыстырғаныңыз жөн. Неліктен? Себебі карточканың артындағы 3 цифр бар, CVC код деп аталады. Кез келген карточканың артында 3 код бар. Сол код арқылы интернетте сіздің карточкаңыздан ақша алып төлем жасай алады. Сондықтан тіпті мына ресторанға барғанда карточканы былай даяшының қолына бере салуға болмайды. Терминалды сіздің алдыңызға алып келіп, сол арқылы төлеу керек. Себебі карточканың алдын артын кез келген адам суретке түсіріп алатын болса, онда сізде егер телефоныңызда интернеттегі төлем ашық болса, кез келген адам сіздің карточкаңызбен төлем жасай алады деген сөз. Сондықтан картаны ауыстыруды кеңес беремін. Екінші сұрақ. Сәлеметсіз бе? Қарыз сомасы төленгеннен кейін оған қосып сот орындаушының процентін төледім, бірақ аресті ашу үшін тағы да ақша төлеу қажет деп отыр. Сол дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Егер сіз қарыз сомасын төлесеңіз және жеке сот орындаушының қол ақысын төлеген болсаңыз, онда жеке сот орындаушы міндетті түрде бірден сіздің шотыңызды аресттен босатуы керек. Егер аресттен босатпаса, заңға сай өтініш жазыңыз және аресттен босатуын талап етіңіз. Тағы бір сұрақ. Менің сізден сұрайын дегенім кредит мәселесі бойынша. Мен кредитімді құйып бітірдім, бірақ 2-3 жылдай просрочка болып қалды. 2-3 жылдай тіпті анық білмей жатыр өзі. Достар, егер сіз шамамен 1 айдан ұзақ просрочкаға кеткен болсаңыз, бұл жерде бұл кісінің сұрағы, осы енді маған ешқандай банктер кредит бермеді ме дейді. Шамамен 1 айдан артық просрочкаға кетсеңіз, негізі өзін-өзі сыйлайтын, проценттері өте үлкен емес банктер олар сізге кредит бермеуі мүмкін. Ал енді проценттері прям бешеный, өте қымбат кредит беретін банктер сізге безотказно беруі мүмкін. Бұл жерде кез келген банк енді маған кредит бермейді ме деп алаңдау керек емес. Оның орнына мен енді тиімді кредит аламын ба деп сұрақ қойған жөн болар еді. Яғни сізге кредит береді, 2-3 жыл просрочкаға шыға беріңіз, береді. Бірақ ол өте қымбат кредит болады. Сондықтан бұл жерде қаржылық сауаттылығыңызды арттырып, тиімді кредит алатын болсаңыз, онда сіз просрочкаға шықпай жабатын боласыз келесіде.